Алдардың туылуы ертегісі. Ертеде Алдан деген момын адам болыпты. Алдан алдардың әкесі екен. Ол қой бағуды кәсіп етіпті. Баққан қойы байдікі болған соң, жалданарда байға келіп: «Бай, Құдай күнімді салған соң қойыңды баққалы отырмын. Беретін ақыңды айтсаң жөн болар еді», дейді Алдан. Бай оған: «Несін сұрайсың, байғұсым? Біздікі көл емес пе? Асты жатып ішесің, мал десең айдап кетесің. Тек бағуыңды біл, ар жағын өзіме бер. Құдай бар, мен бар. Ащы терің жерге төгілсе, менің дәулетім төгілмес. Бардан ауысады, балдан жұғысады. Жүзді айдап бірді жетелейсің», дейді бай. Оның жатып ішетіні рас боп шықты. Жұмыстан шаршаған Алдан басын көтере алмай, асын жатып ішіпті. Уәделі уақыты біткенде бай оған ешкі жетелетіп былай дейді: «Кетем дедің, кеттің, бір оқыстық еттің. Мына беріп отырғаным, есің кетсе ешкі жей деген. Ешкі егіз тапса екеу болады, ендігі жылы төртеу болады. Көзді ашып жұмғанша 100 болады. Жетелеп кеткен бірің де, айдап кеткен 100-ің де осы. Бара ғой, байғұсым», деп бай алдапты. Шағыммен барса, хан алдапты. Шариғат солай деп қожа алдапты. Базарға барса, саудагерлер алдапты. Жаңылып жалпақ еттім, ұмытып үлкен еттім деп нан сатқаны. Жіп деп жібектен тоқыттым, түк деп түбіттен тоқыттым деп мата сатқаны алдапты. Барып келім айтты деп бақсы алдапты. Адал еңбекті алдап күн көрушілер көбейген кезде Алдан налып, зарын шағатын адам таппай жүргенде әйелі ұл туыпты. Қарағымның атын Алдар қояйын. Алдаушылар көбейген заманда туды ғой. Мені алдаған арсыздар мұны да алдасын. Болмаса, көп асқанға бір тосқан болып, алдаушыларға тосу болсын», деп Алдар қойыпты. Қартайғанда көрген ұлын әлдилеп отырып, алдаушылардың арсыздығын жыр қылып айтып, шерін тарқатады екен. Алдаушы арсыз көбейіп, ардан тойдым қарағым. Әділеттік таба алмай, заңнан тойдым қарағым. Арсыз заман азаптан, жаннан тойдым қарағым. Ара шашым болсын деп, атыңды қойдым Алдар қарағым», деп домбырамен ән салады екен. Бала балғындай тез өсіпті, былдырлап тілі шығыпты, батпандап есі кіріпті. Әкесінің әлдиін тыңдап сұрақ қойыпты: «Әке, сені кім алдады?» «Ақы бермей бай алдады». «Оған барып есесін алам». «Қара жүрек хан алдады». «Оған барып қан қақсатам». «Базар толы саудагер бар, мен байғұсты көп алдады». «Базарыңа барайын да, бар алтынын алайын». «Қожасы бар,
молдасы бар, бақсы балгер жолдасы бар. Ер жетейін, ел аралайын, алдаушылармен арбасып көрейін, депті баласы. Осылайша бала ер жетіп, алдаушылармен айқасуға кетіпті. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.